Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып тіркеліп өтіңіздер. Біз бүгін ет асамыз. Ол үшін қазанға өзіміздің қаламшы етімізді салып, етіміз батып тұратындай су құйып, қатты отта қайнатамыз. Етіміз қайнай бастағанда өз бетіне көбіктері шығады. Көбіктерін қалдырмай, осындай сүзгішпен барлығын алып тастаймыз. Енді отымызды орташа отқа қойып, 2 сағат, 2,5 сағат етіміз дайын болғанша қайнауға қоямыз. Етіміз дайын болып қалған кезде өстіп қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнымызды илеуіштен өткізіп, оған ортасын өстіп шұңқырлап аламыз да, жұмыртқамызды саламыз, тұзымызды саламыз, сорпамызды құйып, қамыр илейміз. Еттің өзінің сорпасына иленген қамыр өте дәмді болады. Сондықтан мен өстіп сорпаға илеймін. Бір жаймаға 2 жұмыртқа пайдаланамын. Сол кезде ол ешқандай жартылмай жақсы жазылады. Өстіп 20-30 минутқа қойып қоям жауып. Енді етіміз пісуге жарты сағат қалған кезде сәбізімізді, картопымызды салып, тағы да жарты сағатқа қайнауға қоямыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Иі қанып, осындай жақсы қамыр болып шығады. Мен 2 жайма дайындадым. Енді жаймамызды оқталаймыз. Бұл қамыр өте жақсы жайылады, әрі тез жаясыз. Жайғанда осындай жұқалықта болу керек. Дастарханның суреті көрініп тұру керек. Жұқалығынан. Бұндай қамыр езілмей жақсы піседі. Мен өстіп оқтауға орап аламын да, ұзынынан кесемді. Өстіп 4 бұрыштап кесіп, әдемілеп қамыр жасап аламын. Қамырымыз ешқандай бір-біріне жабыспайды. Міне жарты сағат өтті. Картопымыз бен сәбізіміз дайын. Етімізді, картопымыз, сәбізімізді сүзіп аламыз. Тұздық дайындаймыз. Қамырымызды салмас бұрын бірінші тұздығымызды жасап аламыз. Өстіп пиязымызды турап, оның үстіне сорпаның майлы бетінен осылайынан құйып, бір қайнатып алып қоямыз. Көп қайнатпаймыз, әйтпесе пиязымыз езіліп кетеді. Міне бір қайнады, алып қоямыз. Қамырымыздың салғанын түсірмеппін. Міне қамырымызды қатты қайнап тұрған сорпаға салсаңыз, өстіп бір қайнаған бетте сүзіп ала бересіздер. Қамырымыз дайын деген сөз. Өстіп сорпаның бетіне қамыр шықса, қайнап, онда қамырымыз дайын. Көп қайнатпаймыз, езіліп кетеді. Міне бізде етіміз дайын болды. Соғымдарыңыз шүйгін болсын. Астарыңыз дәмді болсын, ас болсын.